Assalamu alaikum қадірлі отандастар. Бүгін 2025 жылдың октябрь айының 12 сәнесі. Бүгін Варшава қаласындағы Полин музейіне келіп тұрмыз. Осы конференцияның программасына кіртілген. Бұл жерде себебі бұл Полин музейі Варшавадағы Польшадағы еврей миллетінің музейі болып есептелінеді. Бұл себебі фашистік Германияның уақытында, яғни нацистік Германияның уақытында, екінші дүниежүзілік ұрыстың уақытында көп қиналған миллионнан астам еврей миллетіне қарап өлтірілген миллет болып есептелінеді. Сонымен біргелікте әсірлер давамында, онан алдында, онан кейінді сол еврей миллетінің уәкілдері миллетіне қарап қудаланып, қорланып, өлтіріліп келген миллет есептелінеді. Соның үшін осы халықтың осы жерде жасаған тарихы мәселесінде бұл музей ашылған. Бұл музей түзілген. Бұл жерге бүгін жексенбі күні қазір туристер де келіп жатыр. Міне адамдар келіп жатыр. Қазір мен де осы музейге кіруге әрекет етемін. Бұл жаңа айтқанымыздай конференцияның программасына кіртілді дегеніміз, сол конференция қатынасушыларына бейпұл 11 һәм 12 октябрь күндерге көркемдестірілген. Қазір мен Қарақалпақ делегациясының уәкілдерін күтіп тұрмын. Өзім ертелеу келдім. Әмеміз бірге кіреміз. Міне туристер келіп жатырды. Жаңада бір топар туристер, бір автобус турист ішке кіріп кетті. Көрсеңіз, арғы шетте сол туристердің автобустары тұрыпты. Қазір музейдің ішіне кірдік. Жақсы жері, бұл жерде гид электронный екен. Тілді таңлайсаң өзің, һәм құлағыңа салып, әр кірген залыңа кіріп, сол залда, сол зал хақында мағлұматларды, сол жерде көрсетілген жаңалықтарды, мағлұматларды көріп бара береді екенбіз. Енді іште суретке түсіруге, видеоға алуға рұқсат береді ме, бермеді ме, оны білмедім. Әзірше мен еле ішке кіргенім жоқ. Кіруге әрекет етеміз қазір. Мұны жерінде сол кірген ауыз, кірген жерде сол менің түсінуім бойынша тамақланатын жер бар екен. Тамақланатын жер һәм мағлұматлар. Қазір мен сол Қарақалпақ уәкілдерін күтіп отырмын. Келгеннен кейін әмеміз бірге ішке қарата кіреміз.